Ассалаумағалейкум ағайын. Сұмдық жағдай болып отыр. Қазақстанда орыс тілін қолдайтын ұйым құрылып, және жыл сайын 43 миллион теңге бөлінейін деп жатыр. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар, Бишкекте өткен тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекеттері басшыларының саммитінде орыс тілі жөніндегі халықаралық ұйымды құру туралы шартқа қол қойылды. Бұл халықаралық ұйымның мақсаты орыс тілін халықаралық үкіметаралық ұйымдар мен құрылымдардың ресми немесе жұмыс тілі ретінде, сондай-ақ халықаралық қатынас тілі ретінде ілгерілету болып табылады. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы Қазақстан Республикасы заңының 11 бабының 2 және 5 тармақшаларына сәйкес шарт ратификациялауға жатады. Құрметті депутаттар, жоғарыда айтылғандарды ескеріп, орыс тілі жөніндегі халықаралық ұйымды құру туралы шартты ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Бұл қазіргі таңда орыс тілді халықаралық сахнада ілгерілету негізгі мақсаты, халықаралық ұйымдарда, мемлекеттік аралық ұйымдарда ілгерілету. Мына 6 біріккен ұлттар ұйымының 6 орыс жұмыс тілі бар, оның ішінде орыс тілі бар. 5-еуінің сондай арнайы ұйымдар бар. Араб тілінің үлкен кеңесі бар, франкофония ұйымы, француз тілінің, British Council, британ тілінің, Cervantes институты, испан тілінің, Конфуций институты, Қытай тілін ілгерілету, орыс тілін ілгерілету ондай халықаралық ұйым болмаған тұғын. Орыс тілі сонда дамымай жатыр ма, не қажеттілік неден неге дамымай жатыр ма? Жоқ, дамып келе жатыр. Қазір 200 миллионнан астам адам орыс тілінде сөйлейді. Дүние жүзінде 8-ші орында, қолданыс бойынша халықаралық ұйымдарда қолдану бойынша 6-ші орында, бірнеше үлкен халықаралық ұйымдарының жұмыс тілі болып табылады. Сондықтан осындай шешім қабылданды. Бізде соған қосылып отырмыз. Да, мы 8,6% от общего бюджета организации, это наш членский вклад будет, порядка 43 миллионов тенге. Это в год или как? Это в год, 43 миллиона тенге. Бюджеттен бөлінеді, республикалық бюджеттен бөлінеді. Бұл заңнамаға сәйкес халықаралық ұйымдардағы біздің мүшелігіміздің қаржысы республикалық бюджеттен төленеді. Ол заңнамаға сәйкес. Біз қазақ орыс тілінің жауы емеспіз. Орыс тілінің халқының жауы емеспіз. Біздің мәселе өзіміздің діттеген мақсаттарымызға бірте-бірте жету. Біріншіден, екіншіден осы мақсатқа жету үшін бізге тыныштық керек пе? Керек. Тұрақтылық керек пе? Керек. Экономикалық қарқынды даму керек пе? Керек. Осы тұрғыдан қарасаңыз, меніңше түсінбейтін мәселе жоқ сияқты. Саяси астар жоқ, саяси астарын айтыңыз. Поддержка русского языка никоим образом не противоречит государственному статусу казахского языка. Более того, это два взаимодополняющих направления, которые формируют основу полиязычного общества, многонационального государства, каковым является Казахстан. Многоязычие всегда было нашим конкурентным преимуществом. Поддержка русского языка через участие в международной организации – это шаг к усилению нашей открытости, культурного диалога и социальной сплоченности. За пределами дома говорите на каком хотите языке, но дома только на родном казахском. Моя мама, святая женщина, да пребудет ее место в раю рядом с отцом, родившаяся и выросшая в отдаленном поселке среди песков Нарынком-Букеординского района, принимавшая участие в Сталинградской битве в качестве работника тыла, воспитавшая вместе с отцом 10 детей, сама, выучив русский язык уже в преклонном возрасте, наказывала нам учить русский язык, но при этом строго придерживалась правила. Осы жердегі сөзіміздің тренді қоғамға жеткізетін, өзіміздің әсіресе қара көздерге айтатын мәселе, біз жаңағы орыс тілді қолдауды емес, орыс тілі қоғамын құру жөніндегі мәселені қозғауымыз керек. Менің сөзім бірінші кезекте қазақ қоғамына арналады. Менің төменде айтылмақ сөзімді қоғам түсіністікпен қабылдайды ғой деп ойлаймын. Мынау сыртқы саясатқа байланысты тәмсіл бар. Саясат деген соншалықты нәзік дүние, оның нәзіктігі масаның кіші дәреті сияқты дегендей.
турасын айтқанда дәрет емес қой енді басқа. Бұл ратификациялық заң жобасы орыс тілі мәселесінен бұрын елдің сыртқы саясатын күйттейтін құжат деп қабылдау керек. Мына құзырлы орган осы мәселемен айналысатын. Қоғамға мәймөңке сөз, құрғақ дидактика айту қажет емес. Ойбай, ана осындай қолдауымыз керек деген сөздің бәрі, оның бәрі өтпейді қоғамға. Біз қоғамға турасын айтуымыз. Мынау қазіргі теңселіп тұрған геосаяси жағдайда Қазақстан Республикасы президентінің сыртқы дипломатиялық саясаты тұрғысында түсіну керек бұны деген тұрғыда айтылу керек. Тезистің астында. Біз тілді қолдаймыз дегеніміз, мұны ала-құла қоғам қабылдамайды. Бізде тілдің проблемасы жоқ Қазақстанда. Орыс тілінің. Қазақ тілінің проблемасы бар. Әрбір отбасынан, балалар бақшасынан бастап Ақордаға дейін біз орыстың тіліне зерекпіз. Қазақтың тілі емен есікті кеңселердің ішінде көп қолданылмайды. Сондықтан біз қоғамға ашығын айтуымыз керек. Бұл жерде біздің қазіргі геосаяси әлемдегі Қазақстанның жағдайын, біздің нейтраль саясатымызды, президент Тоқаевтың дипломатиялық саясаты осындай саяси инструменттерді пайдалануға бізде ықпал етіп отыр деген тұрғыдағы сөз контексті сезілу керек. Біз құр тіл дей бергеннен қоғамды біз ешқашан бұл тілге иіп келтіре алмаймыз. Сондықтан мен уәкілетті органдардан сұрайтыным, ертең қоғам тарапынан артыс-тартыс туған кезде ақпараттық жоспар дайындаңыздар. Бүгіннен бастап, қазір сіздерден жерде журналистер күтіп алады. Мынау миллиондық әлеуметтік ресурстарға шығыңыздар. Мені алып шығыңыз, Айдосты алып шығыңыз, басқа азаматтарды алып шығыңыздар. Ертеңгі күні бұл құжат қоғамды екіге жаруға ықпал етпеу керек. Біз жауап береміз, депутаттар, осы заңға. Қоғамнан әлеуметтік желіде әңгіме болған кезде бізге сұрақ қойылады. Сіздер тиісті мемлекеттік органдар жауап беруші, қалтарыста қалады. Сен тимесең, мен тиме бадырақ көз деп. Сондықтан осы мәселеге өте жауапкершілікпен қарау керек. Бұл жаңа айтылып кетті ғой, президент Тоқаевтың бастамасымен Бішкекте көтерілген мәселе деп. Сондықтан бұл мәселеге сіздер өздеріңіздің тікелей басшыларыңыз президенттің тапсырмасы ретінде қабылдауларыңыз керек деп ойлаймын. Әлемдегі мынау күрделі геосаяси жағдайда қазір ядролық қару сыңғырлай бастады, салдырлай бастады. Осындай жағдайда сіздер, біз бәріміз бақ арқылы, әлеуметтік ресурстар арқылы, блогосфера арқылы осы мәселені қоғамға түсіндіруіміз керек. Бұл аспаннан жай түскендей болатын қазір тақырып болады. Бізде онсыз да бұл тақырып өзі ушығып тұрған дүние болатын. Діттеп келгенде, орыс тілінің тағдырына Қазақстанның алаңдайтын жөні жоқ. Бірақ біз қайталап айтқым келеді. Бұл халықаралық қордың құрылуы Қазақстан үшін тіл мәселесі емес, сыртқа саясатқа қатысты өте маңызды мәселе болмақ. Қорыта келгенде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сыртқы дипломатиялық саясатына дес беріп, мен осы заңды тісімді шықырлатып отырып қолдаймын. Қоғамда осылай түйсініп, бұл халықаралық қорға
түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Бұл мынау қазіргі дүрілдеп, теңселіп, тербетіліп тұрған әлемде біз үшін басқа альтернатива жоқ қадам деп түсіну керек. Рахмет. орыс тілі сонда дамымай жатыр ма, не үшін қажеттілік еден жоқ? Жоқ, дамып келе жатыр. Қазір 200 миллионнан астам адам орыс тілінде сөйлейді. Дүние жүзінде порядка 43 миллионов теңге республикалық бюджеттен төленеді. Ол заңнамаға сәйкес. Ай, шешең, сыйлайын, осындай депутаттардан айналмайсыңдар ма? Қазақ тілін қойып орыс тілін дамытуға атсалысып жүрген. Осындай министр, депутат, әкімдерден алмайсыңдар ма? Қазақша бірде-бір сөйлеп білмейді, бірақ орыс тілін дамытқысы келеді. Сол 43 миллион теңгеге мен сендерге айтайын ба? 15 миллионнан 3 көп балалы отбасын үймен қамтамасыз етуге болады. Қазір тентіреп жүрген қазақтар көп. Сол 43 миллион теңгеге 5 миллион теңгеден 9 баланы емдеуге болады. Айтпақшы 9 баланы емдеу демекші, қазір сендер қайырымдылықты тоқтатып жатсыңдар ғой. Халық өздері бұл ақша жинап жатса, сендер оған да араласып жатсыңдар. Ол дұрыс емес. Олар налог төлеу керек, олар бүйту керек деп. Сендер қасқа қай жерден ақша жеріңді білмей жатқан адамсыңдар. Мына орыс тілді қазақтарды айтам. Шалпақтар әлі күнге шейін орысша сөйлеп жүрген. Сендердің қастарында орыстар қазақша сөйлеп, орыстар мен қазақпын деп жүр ғой. Мен Қазақстанда дүниеге келдім. Қазақстан менің туған жер. Мен қазақша сөйлей аламын. Поэтому смело могу сказать, что мен қазақпын. Ойлап қараңыздар, 43 миллион теңгеге қаншама адамды тамақпен үйіне қамтамасыз етуге болады. Қаншама қаржылай табысы нашар отбасыға балаларын киіндіруге атсалысуға болады. Ал сендер болсаңдар ешкім пайдаланбайтын орыс тілін тыққыштап отырсыздар. Қазіргі таңда орыс тілінен барлығы бас тартып жатыр. Орыс тілі былай тұрсын, тіпті орыстарды спорттан да шеттетіп жатыр. Сондықтан министр, депутаттар орыс тілді дәріптей бермей, қазақ тілін дәріптеуді үйреніңіздер. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайық. Кеше өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының парламентінде Тоқаев ұйытқы болып 2021 жылы ол айтқан. Биыл біздің депутаттар Қазақстанда орыс тілінің ұйымын құру жөніндегі шешім қабылдады. Бірден айтамын, құрыла берсін, қаншама адам шулап жатыр, онсында біз бәріміз орыс болып кетудің алдында жүрміз. Бірақ мен сіздерге бір нәрсе айтам. Бұл нәрсе, негізін бұл ұйым неліктен құрылып отыр? Бірінші осыны айта кету керек. Өздеріңіз білесіздер, бір ай бұрын Ермұрат Бапи, депутат, айтты, Қазақстанда соғыс болу қаупі зор деп, Қазақстанға қарсы. Бұл соның алдын алу, алдаусырату деп түсінсек те болады. Алайда басқа түсі баспақшыл деген, сөйтіп бұға берсең сұға береді деген, бұған күні беруге болмайды. Сол үшін мен сіздерді бір соғысқа, әлде бір митингке жоқ, оған шақырғалы отырған жоқпын, Құдай сақтасын. Мен сіздерге айтайын, мынау тілдің бірден бір даму көзі қазіргі күні ақпараттық технология. Мына интернеттен қарап отырсақ, ютубтан, тиктоктан қарап отырсақ, бүкіл ана тілін білетін қазақтар орысша видеоларға, орыс тілді блогерларға комментарийді, пікірді ресей тілінде жазып жатады. Ал сіздер осыдан былай тек қана қазақша жазыңдар. Мемлекеттік тілдің даму кілті бұл тек қана біздің ғана мүлде. Біздің халықтың, өзіміздің ерекше жігеріміз ғана біледі. Оны біреуге үйрету деген ол күлкілі нәрсе. Ешкім үйретпейді оны. Сондықтан сіздерге айтамын, барлық жерде ана тілдерін сөйлеңдер, өздерің бірге ана тілінде сөйлеңдер. Сонымен қатар барлық видеоларға, жаңағы ютубтағы, тиктоктағы, инстаграмдағы, фейсбуктағы, мейлі қажет болмасын, барлық жерде комментарийді, пікірді қазақша жазыңдар. Үйдегі балаларыңыз көретін мультфильмнің бәрі қазақша болсын. Анау балапан арнасында көп қой қазір қазақша мультфильмдер. Соны тауып көрсетіңдер, қазақша әдебиеттер оқысын. Содан кейін тіл туралы үйде дәріс жүргізіңдер. Жеке-жеке. Тіл деген ол біз ұлтпыз деп. Ал тікелей былай қарсы болу, ол енді айтқаныңыз ақылыма сыймайтын жағдай. Қазіргі күнде, мысалы үшін Қазақстанда орыс тілін жұлып алып тастай алмайсыздар. Жұлып алып тастасақ, онда үлкен қауіп төнеді. Украинадағы Ресейдің ең бірінші ашқан соғыстың бірі сол тіл болатын. Украина халқы молодец, олар бас тартты, бірақ қандай қасіретпен бас тартып отыр. Қандай қасіретпен
өзін жеке дара ұлтпын деп дәлелдеп отыр. Өте қауіпті жол. Оның жолы бізге жарамайды. Біз өте аз халықпыз. Сондықтан жаңағындай тәсілді қолданғанымыз дұрыс. Рахмет. Орыс тілі — это не главное. Твой язык казахский должно быть. Ты в Казахстане живешь. Вот этого не стало. А что, мама, бабушка, 60 лет идет в штанах. Вот такой курдюк. Эй, как ты можешь своей дочери или снохе сказать: кызым, көйлек ки? Как ты скажешь, когда у тебя садится самой замаранный? А? Вот это 60-70 лет бабушкам это штаны нужно. Как ты скажешь: эй, кызым, көйлек ки? А платке даже базар нету. Надо самой зеркалом быть. Я когда выхожу, я в зеркало, знаете, как хорошо смотрю? О, чтоб платок не грязный был, чтоб платье красивое было. Тау халықтарында керемет мақал бар. Ақылды қариялар жоқ елде, ақылды жастарды өсіп шықпайды дейді. Біз қазір жастарды кінәлап жатырмыз, орысша сөйлейді деп. Неге? Дұрыс. Өйткені олар біздің индикаторымыз, көрсетіп тұр, біздің рухани ауру екенімізді көрсетіп тұр. Әйтпесе сау адам өз елінде жүріп орысша сөйлей ме? Өзіңіз ойламайсыз ба кішкене? Ойлаңызшы кішкене, ақыл жүгіртіп. Сау адам, сау ұлт өз елінде жүріп орысша сөйлей ме? Өзге тілде сөйлей ме? Өз тілін менсінбей, өз халқын тілді менсінбеу деген сөз, мемлекетті менсінбеу деген сөз. Тіл деген ол не? Демек өзің танымайсың деген. Өзіңді сыйламаймыз біз, сөз бе? Өзін сыйламаған не ұлтты мемлекет ешкім сыйламайды. Қазақ айтпаймын, өзіңді өзін сыйласаң, жат жаннан түңілер.